Бәріңізге сәлем достар, сіздермен бірге Семсерхан және бүгінгі видеода Майнкрафтта өмір сүретін боламыз. Ал сен видеоға лайк бас, арнама жазыл, ал біз бастаймыз. Және достар, мінекей видеомыздың үшінші сериясына келдік. В общем, алдыңғы бөлімде біз өткенде план сызып қойған боламыз. Мінекей достар, бүгінгі үстінде қабырға, яғни стойка салдым. Бөлмелердің барлығы бұрыштарынан мінекей және төбесін былай шамалы қоршап қойдым ыңғайлы қылуға. Ішін бәрі березовый дубпен қоршайтын боламыз. Короче, достар, в общем, мінекей көріп тұрғандарыңыздай, мінекей көріп алыңыздар. Осы бөлмелер өткенде екінші бөлімде қандай бөлмелер екен бәрін көрсеткен болатынмын. Міне мына үйді пока что сыртын былай қоршап қойды, стекломен қоршап. Ана үйді біткенше осы үйде тұратын боламыз. Түн болса кровать, и потом мінекей екі сундук және де печь, и потом верстак. Мінекей одан кейін жерде мінекей заттар үшін ағашты салу үшін бізге көптеген топорлар керек болды достар. Мінекей камендердің бәрін алатынбыз. Анай бір шахтамен қаздық, оныкі потом көрсетем. Достар, сосын мен ар жаққа қарай бір үлкен қылып огород салдым, бау-бақша деймін. Соны салдым. Мінекей қараңыздар, оны енді ғана бастадым, потом оны үлкен қылып істейтін боламын. Анау төрт-бес жақтарға асқабақ салатын боламыз. Асқабақ жалпы сондай жан-жақта пшеницалардың жерлеріне өседі. Мінекей көріп тұрсаңдар, мінекей кішкене ғана жапырақ болып тұр. Қалған жерден бәріне пшеница егіп тастадым. Достар, соның барлығына өте үлкен бір еңбек кеттім. Достар, мінекей қараңыздар, және анашқа су құйып, пока что бәрін кейінірек толтыратын боламыз. Одан кейін сөйтіп жұмыс бәрін бастай береміз. Так, тағы не бар көрсететін. Мінекей. Так, енді бұл үйге пол салса болды ағашпен. Пока что оны келесі бөлімде аяқтайтын боламыз. Достар, мына жерде камендерді алдық. Осымен видеомызды аяқтаймын. Достар, осымен видеомыз аяқталды. Келесі кездескенше давайте.